Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге доктор-терапевт Ибрагимова. Бүгін сіздерге невропатолог дәрігерлерінің ең сүйікті витамині, нерв жүйесі үшін ең қажет витамин B12 туралы айтамын. Видеомыз ұнаса лайк басып, пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Көп адамдар бастың ауруы, құлақтың шуылдауы, есте сақтау қабілетінің төмен болуы, ойлау жиілігінің төмендеуі, ұйқының бұзылысы, эмоционалды фонның өзгеруі, ашушаңдық, депрессия, апатия, энергияның болмауы, әлсіздік, B12 деңгейін анықтау керек. Витамин B12 дефицитінің негізгі белгілері бұл полинейропатия болып табылады. Яғни аяқ-қолдың ұюы, аяқ-қолдағы сезімталдықтың төмен болуы витамин B12 дефициті болуы мүмкін. Себебі білесіздер, невропатологтар остеохондроз кезінде, неврологиялық аурулар кезінде витамин B12-ні жиі тағайындайды. Витамин B12-ның функцияларына тоқталсақ, біріншісі, ол клеткалардың бөлінуі үшін және ДНК синтезі үшін өте қажет. Екіншісі, нервтің миелинді қабығының өндірілуіне әсер етеді, содан сезімталдыққа жауап береді. Үшіншісі, қан түзілуіне әсер етеді, сондықтан анемия кезінде қолданылады. Төртіншісі, қалқанша безі энергия алмасуына әсер етеді. Витамин B12 дефициті кімдерде кездеседі? Біріншісі, асқазан ішек аурулары бар науқастарда витамин B12 дефициті жиі кездеседі. Себебі гастрит кезінде асқазан қышқылдылығын төмендететін препараттар, амепразол, рабипрозол және антациттер жиі қолданылады. Оларды ұзақ уақыт қолдануы витамин B12 дефицитіне алып келеді. Асқазан қышқылдылығы төмен болған кезде темір, белок, витамин B12 сіңімділігі төмен болады. Соның әсерінен дефицит дамиды. Сондықтан кейбір науқастар жиі айтады, мен витамин B12-ні қабылдадым, бірақ деңгейі көтерілмеді деп. Себебі біріншісіз асқазан ішек ауруын емдеу керексіз. Екіншісі, қант диабетімен ауыратын науқастарда витамин B12 дефициті жиі дамиды. Себебі қант диабетінде метформин препаратын қолданылады, яғни глюкофаж, сиафор, олардың негізгі ішіндегі заты ол метформин болып табылады. Ол да витамин B12 дефицитіне алып келеді. Сондықтан қант диабетімен ауыратын науқастар жылына бір рет витамин B12 деңгейін анықтау үшін анализ тапсыру керек. Себебі білесіздер, витамин B12 дефициті полинейропатия дамуына алып келеді. Ал бізде қант диабетінің ең бірінші негізгі асқынуларының бірі бұл полинейропатия болып табылады. Яғни аяқтағы сезімталдықтың төмендеуінің әсерінен аяқта, мысалы, травма болатын болса, азғантай травманы ол сезімталдық төмендегеннен кейін адам сезбейді. Ал ол жер болса инфекцияның кіру қақпасы болып табылады. Бұл қант диабетімен ауыратын науқастар үшін өте маңызды болып есептеледі. Витамин B12 жүрек тамыр жүйесінің функциясын жақсартады. Егер сізде тамырмен проблема болатын болса, міндетті түрде витамин B12 дефицитінің алдын алу керек. Витамин B12 дефицит кезінде гомоцистеин деңгейі жоғары болуы мүмкін. Гомоцистеин дегеніміз бұл тамырдың жағдайын көрсететін маркер болып табылады. Яғни тамыр қабырғасының эндотелий қабатының зақымдалуын көрсетеді. Егер эндотелий қабаты зақымдалса, сол жерге холестерин жиналып, инфаркт, инсульт даму қаупі жоғары болып табылады. Витамин B12 дефициті вегетарианстар, яғни етті көп жемейтін адамдарда да жиі кездеседі. Себебі витамин B12-ның
сіңімділігі жақсы формасы бұл ет өнімдерінде бар, ал көкөністер, өсімдіктерде сіңімділігі төмен формасы. Витамин В12 деңгейін анықтау үшін венадан қан анализін тапсыру керек. Соған байланысты дәрігер керек дозасын, формасын тағайындайды. Витамин В12-ның цианокобаламин және метилкобаламин формалары бар. Цианокобаламин бұл дәріханадағы укол түріндегі, яғни инъекция түріндегі формасы. Бұл сіңімділігі төмен болып табылады. Ал метилкобаламиннің бұл спрей формасы, таблетка, инъекция түрінде де бар. Спрей формасы сіңімділігі жақсы. Витамин В12-ні таңертең немесе күннің алғашқы бөлігінде қабылдаған дұрыс, себебі ол энергия алмасуына, эмоционалды фонға әсер етеді, сондықтан кешке қабылдамауға тырысыңыз. Витамин В12 ішектің қабынуы кезінде, интоксикация кезінде және онкологиялық аурулар кезінде деңгейі жоғары болуы мүмкін. Жоғарыда айтып өткенімде, витамин В12 бұл клеткалардың бөлінуі үшін өте маңызды. Сондықтан онкологиялық аурулар кезінде витамин В12-ні тек қана дәрігердің тағайындауымен деңгейін анықтап қабылдаған дұрыс болып есептеледі. Спрей түріндегі формасыны тілдің астына шашу керек, сол кезде сіңімділігі жақсы болады. Осындай дефицит белгілері болатын болса, ақылы консультацияға жазылсаңыз болады. WhatsApp ссылкасы төменде жазылған. Және егер видеомыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.